Үйде айраныңыз немесе сүтіңіз ашып кеткен болса, дәл осындай жұмсақ жұп-жұқа әдемі блинчиктер пісіруге болады. Көрмес алдын лайк басып кетіңіз. Бізге керек заттар: 3 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық сода салып, 1-2 ас қасық қант салып араластырып аламыз. Үстінен ашыған айранымызды құйып араластырамыз. Қоюланғанша ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай тесто дайын болады. Оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып араластырып аламыз. Ең соңында 1-2 ас қасық сұйық май қосамыз. Табамызға орташа отта барлығын пісіріп аламыз. Бұл блины өте оңай жасалады және бір жасағаннан ақ шығады. Сіз де жасап көріңіз. Келесі кезекте сіздерге ресторан іске оформлениені көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен алдыңғы видеода медовый тортын пісірген болатынмын. Және де алдағы уақытта көптеген тәтті рецепттер шығып отырады. Менің каналымда қандай рецепт көргіңіз келеді? Комментарияға жаза кетіңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.